Biz жаңа ғана жоғары білім және ғылым министрі Саясат Нұрбектің бұйрығымен таныстық. Ол бұйрықта басқарма төрағасы университет ректоры Ерденбековті орнынан босату жөнінде жазылған екен. Осы бұйрықты ести сала біз бұл қайдан шыққан дүние, негізі бар ма осының, негізі қандай, неге сүйенілген осы бұйрық шығарған кезде дейтін сан салалы сұрақтар өз алдымыздан өтіп жатыр. Біздің айтпағымыз небәрі 2 жыл 3 ай қызмет жасаған кезінде ректорымыз бұрынғы ондаған жылдар бойы атқарылмаған істерді атқарған ұжымның көзі көріп отыр. Университет болатын болса жайнап, жарқырап, әр оқу ғимараты өзінің белгілі бір дәрежедегі қалпын, бейнесін өзгертіп, нағыз білімнің, ғылымның ордасына айналған түрі бар. Осының ішінде біздің айтпағымыз, неге Шәкәрім университеті, Шәкәрім шаңырағы осындай бір эксперименттерге түсе береді? Біздің жазығымыз не? Ұжымның жазығы не деген заңды сұрақты бар. Біз Шанық деген аудиторияда отырмыз. Осы аудиторияда міне жазылып тұр. Ынсап, әділет және мейірім дейтін Шәкәрімнің сөзі. Шын мәнінде ынсаптың болмағаны, әділеттің жоғалғаны, мейірімнің жерге көмілгені ме? Біз осыны ұқпай отырмыз. Неге мұндай әділетсіздік жасалады? Министр бізге осы жөнінде түсініктеме берсе екен. Тіпті осы әкеліп бұйрықпен таныстыруға министрліктің бір өкілінің келмеуі, оны оқып таныстырып бермеуі, себептерін айтпауы ұжымның беделіне зор нұқсан келтіреді. Бұл ұжымды елемегендік, ескермегендік, оны сыйламағандық деп білеміз. Сондықтан айтпағымыз осы министрдің берген бұйрығы қайтадан қаралса екен, өзінің күшін жойса екен дейтін ұсынысымыз бар.